Қырым-татар тәсвири санаты сөзсіз дүния мәдениетінде өз еріні алмақта. Мерабаңыз сайғылы достар, бүгін біздер Қырым-татар санатының әрбаплары, рессамлар ақында сөз жүрсетежекміз. 19-шы асырының соңы ве инқилабның ilk yılları doğulған ve 20-шы асырының башында ижад еткен Қырым-татар рессамлары. Та Қырым ханлығы деврінде халқымыздың сыңырсыз зеңгін санаты, чешіт ұсталарымыз ясаған илванлар, нағышлар, тоқыма eşyalar ве силялар ұзақ мемлекетлерде мешһүр еді. Қырым ханлығы йықылған соң, миллетіміздің ичтимаи алы деңішсе де, истисады яшады, неслден неслге кечті. Ал азырда біз тәсвири санатымыздың аман-аман 4 несіл рессамлары ақында сөз жүрсете білеміз. 100 yıllık sükunnetten соң 19-шы асырының соңында bizim бүгінгі санатымызға бұйық тесір еткен истидатлы рессамлар, оча тетқиқатчы медениет ве жемаат эрбаблары дүнияға келе. Базы ижадкарларының адлары, сымалары афсузки тарихке дөнді. Базылары ise parlaq yıldız gibi көкке көтеріліп, халқымызны сүкунет, юқыдан уянтып, кечмішіміз ве медениетімізні юксекке көтерділер. Қырымда чар акимиеті үкім сүрген деверде, ярым адада исімлері Қырым-татар халқының тарихына yazılған рессамлар дүнияға келелер. Усейін Баданинский Абдурифи Абиев, Абдулла Муратоғлы Лятифзаде, Деңішік заманларда Москвадаки Сергей Строганов адына рессамлық санаи оқу юртыны бітірелер. Бұ ерде алынған білгілер оларының ижатларыны әбет тесір ете. Рессам, график, санатшынас музейчі ве Алим Усейін Баданинский Қырымда Қырым-татар тәсвири санатының ең емиетлі сымасы оларақ танылмақта. Москвадаки тәсілден соң Усейін Баданинский 1905-тен 1907 сенесі ве 1912 сенелері оқуыны Париж, Мюнхен, Дрезден, Рома ве Венецияда девам етті. 1917-де Қырымға қайтып, Бақшысарайда Ханлар сарайының еркянында тешкіл етілген музейінің бірінші мудирі вазифесіне тайынлене. 1924-29 сенелері археологик ве этнография экспедициясының тешкілятчылары ве ребері оларақ Қырымның 40 азизлер, ескі юрт, Чфуткале, ескі Қырым, Мале, Кой ве шерлерінде болынып этнографик малюмат, ел язма китап, абиде, дүрбе тарихи бина, ескі мезарлықлар ве ел санаты eşyalarымен бағлы ilmi araştırmalar кечірді. Нәтижеде музей фондлары Қырым-татар халқының кечмішіне айт 211 сирек растkelgen ел язма, беңден зияде халық ағыз яратыжылығы әсерлері, 2,5 бенге яқын экспонатмен зеңгінлеше. Музей мудирі оларақ 1927-28 сенелері о нешірге бір sıra тарихи археологик ilmi язмалар азырлай. Амма оларның басылмасыны көрмеге қысмет олмай. 1934 сенесі себепсіз Усейін Баданинский мудир вазифесінден бошатыла. 1920 сенесі Русия мұсылманлары арасында ең намлы каллиграфия ұстасы танылған Осман Нури оғлы Ақчоқырақлы Усейін Баданинскийінің реберлік еткен археологик этнография экспедициясына қатылып, çok қиметлі малюмат топлай. İlk тәсіліні Бақшысарайдаки медреседе алған Ақчоқырақлы оқуыны Түркияде девам ете. О, Санкт-Петербург университетінің шарқ тілдері факультетінде дерс бере ве түркшынас Нашыр Ильяс Мурза Бораганскийінің шарқ басмаханесінде çalışа. Соңра Қырымға қайтып, Осман Ақчоқырақлы 1906-да 1910-дан 1916 сенесіне қадар Терджиман газетінде çalışты. 1920 сенесі Қырым Девлет педагогик институтында дерс берді. 1937-де миллетчілікте қабатланып,
Каллиграфия рессамы шарқшынас, yazıcı Алим Осман Ақчоқраклы Баки шерінде апске алынды. 1938 сенесі апрелінің 17-сінде Ақмесжітінің апханесінде құршунға тізілген зиялыларымыз арасында Усейін Абдурифи оғлы Баданинский, Осман Нури оғлы Ақчоқраклы бар еділер. Рессам, Оджа, Джемат Эрбабы Абдурифи Абиев Амели санат рессамы тәсіліні 1898-де Москвада, 1906 сенелері Франкистанның пайтақты Парижде ала. Усейін Баданинский дәветі иле Қырымға қайтқан Абдурифи Абиев 1917 сенесі Санайы Нефисе ве өнер мектебінде ребер вазифесіні еда ете. 1927-де оны милletçilikте қабатлап, мудирліктен бошаталар. 1938 сенесі Ахмеджит рессамчылық техникумында ожалық еткен Абдурифи Абиев репрессияға оғратылып, өлдіріле. Кезлев шерінде дүнияға келген рессам Аби Ярмухамед Москвада 1920 сенесі екі рессамчылық оқу юртларының бірлешмесінде мейданға кетірілген Фхутемас оқу юртында тәсіл ала. 6 жылдан соң он Қырым ве Москвада өткерілген Джумхуриет сергілерінің иштиракчысы ола. Оның мевзулы ве тесірлі әсерлері Қырым, Русия, Украинадаки музейлер фондларында ве шақси коллекцияларда сақлана. 1930 сенелері рессамның ады Құтлеви матбуатта башқа аңылмай. 1937-де о атып өлдіріле. График рессам Абдулла Муратоғлы Лятивзаде Николай Строганов адына рессамлық санайы оқу юртында оқығандан соң Қырымға қайта. 1920-28 сенелері Көккөздегі Сабық Юсупов сарайы бинасында Бақшсарай музейінің филиалында көзетіжі вазифесіні еда ете. Мектепте рессам ожасы олып чалыша. 1930 сенесі февральның 24-інде Советлер сиясетіне қаршылықта қабатланып, апске қапатылды. 10 жылдан соң сақат олған себебінден бошатылды. 1955 сененің сентябрь 15-інде Харьков вилайеті Лозовой шерінде вефат етті. Графикажы ве каллиграфияда бұйық уста сайылған Абдулла Лятивзаденің әсерлері сақланып қалмады. Рессам Тоқтар Афузов 1920-30 сенелері арасында Москвада профессионал рессамлық мектебіні Мешков студиясында кечті. 1930 сенелері Бүтін иттифақ ве Джумхуриет сергілерінде иштирак етті. 1942 сенесі партизанлармен бақ тұтқаны үшін фашист оккупантлары тарафындан өлдірілді. Тувақ көйінде дүнияға келген график рессам Амет Устаев 1929 сенесі Бақшсарайдаки Амели санат бойынша рессамлық техникумыны бітірді. Бүтін иттифақ ве Джумхуриет сергілерінде иштирак етті. Эсерлері Ахмечтегі Девлет музейі фондларында, Қазақстан, Өзбекистан, Украина ве Русияде шақси коллекцияларда сақлана. Амет Устаев 1990 сенесі Қазақстанның Чимкент шерінде вефат етті. Мемет Апселямов 1934 сенесі академик Николай Самокиш рессамлық студиясыны бітірді. Ве шу жылы Ленинградтаки санат институтына кіре. 1936 сенеден Бүтін иттифақ ве Джумхуриет сергілерінің иштиракчысы. 1961-де СССР рессамлар бірлігіне аза оларақ қабыл етіле. 1988 сенесі рессам вефат етті. Эсерлері Қырым ве Таджикистанның музейлерінде сақлана. Эннан Алимов 1936 сенесі Николай Самокишның ресім ұстаханесінде тәсіл алды. Студия Қырым рессамчылық оқу юртына чевірілген соң оның мудирі олды. 1941-де жебеге алынды ве женгте эляк олды. Сейтхалил Османов
1937 сенесі Ахметчтегі театр техникумының мезуны олған сон, рессам Николай Самойкишның студиясында оқыды. Рессам, актер, режиссер Сейтхалил Османов ватанына авдет олып, 1994-те Ахметчтте вефат етті. 19 ғасырның соңы ве инқилабның ilk yılları doğulған ве 20 ғасырның башында ижад еткен ожа, музейчі, алим, жемаат эрбабы олған бұл инсанлар Қырым-татар санат ве медениетінің илерлемесіне бұйық есе қоштылар. Оларның әрбірі сайғы иле аңылмаға лайықтыр.